Так, сәлем. Бұл ұбт-да келген математикалық сауаттылықтың жаңа сұрақтары. Ең алдымен, бірінші есебіміз. Асылхан велосипед жарысында 5 айналым жасады. Кестеде Асылханның мәре сызығын қиған уақыттары көрсетілген. Асылханның ең жылдам жүріп өткен айналымын табыңыз. Қараңдар, басталуы 09:55-те, бірінші айналым аяқталды 10:26-да, екінші айналым аяқталды 10:54-те, үшінші айналым аяқталды 11:28-де, төртінші айналым аяқталды 12:03-те, бесінші айналым аяқталды 12:32-де. Яғни, басталғаннан кейін бірінші айналымды қанша уақытта жүріп өтеді екен? 10:26 мен 9:55-тің арасында қанша уақыт бар? Соны табайық. 55-тен ровно 9:55-тен 10:00-ге дейін 5 минутымыз бар. 5 қосылған 26, 31 минутымыз бар екен. Келесі, 10:26-дан 10:54-ге дейін қанша уақыт өтті? 28 минут. Келесі, 10:54-тен 11:28-ге дейін қанша уақыт өтті? 10:54-тен 11:00-ге дейін 6 минутымыз бар. 6 қосылған 28. Сонда 34 минут екен. Келесі, 11:28-ден 12:03-ге дейін қанша уақыт бар? Байқап отырғандай 35 минут екен. Яғни 11:28-ден 12:00-ге дейін 32 минут бар, плюс 3 минут. 32 қосу 3, 35. Төртінші айналым аяқталғаннан кейін, міне 5-ші айналым аяқталды дегенге дейін қанша уақытымыз бар екен? 29 минут. Сонда байқайтын болсақ, ең тез жүрген айналымы мына екінші айналым екен. Екінші айналымды 28 минутта өтті. Сонда жауабымыз Б нұсқасы екінші айналым. Ең жылдам жүріп өткен айналымы екінші айналым екен. Келесі сұрақ. Арақашықтығы 450 км болатын А және Б қалаларынан бір уақытта 2 автомобиль шығып 5 сағаттан кейін кездесті. Егер 2 автомобиль тұрақты жылдамдықпен жүретін болса, екінші V2 км/сағат автомобильдің жылдамдығын табыңыз. Қараңдар, екеуі сонда қалай жүреді екен? S дегеніміз 450 км, ол тең екен. V1 қосылған V2, себебі бір-біріне қарай келе жатыр. Сонда V1 қосылған V2 көбейтілген T, яғни уақыт. Біздің жағдайда V1 дегеніміз 40 км/сағат, қосылған V2 көбейтілген T. T дегеніміз 5 сағат екені белгілі. Осы тең екен 450 км-ге. Сонда қараңдар, 450-ді 5-ке бөлеміз 90 шығады екен. 40 пен V2-нің қосындысы 90-ға тең болатын болса, V2-міз 50-ге тең екені шығады. Шынымен де орнына қойып көріңдер, 40 қосылған 50, 90, 90 көбейту 5, 450. Сонда V2-нің жылдамдығы 50 км/сағат екен. Келесі есеп. Параллелепипедтің бір төбесінен суретте көрсетілгенде дене қиып алынды. Мынандай дене қиып алынды. Пайда болған денелердің жақтарының қосындысын табыңыз. Яғни жақтардың саны керек. Сонда қараңдар, мына жақ біреу, мына жақ екеу, мынау бізде үшеу, жоғарыдан санағанда төртеу, төменнен санағанда бесеу, мына жанынан санағанда бесеу. Оған қоса мынау 6-шы жақ, 7-ші жақ, 8-ші, тоқтаңдар. 6 жақ болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс мына үшеуі. 1, 2, 3. Сонда 7, 8, 9 жағы бар екен. Ал мынаның 6 жағы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 қосылған 6. Сонда жақтарының қосындысын есептейтін болсақ, 15 жағы бар екен. Келесі. Қағаз бетіне 5 түзу жүргізілді. Осы түзулер ең көп дегенде неше нүктеде қиылысатынын табыңыз. Мынау кәдімгі тебу арқылы шешілетін есеп. С 5-тен 2, немесе 5 көбейту 4 бөлінген 2 деп шеше саламыз. Сонда мынау 10-ға тең екен. Жалпы, кез келген осыған ұқсас есептерді көретін болсаңдар, N команда әрқайсы қалғандармен бір рет ойнады десе, немесе N әнші сахнаға дуэт болып, әрқайсымен сахнаға шықты, немесе N ақсақал өзара қол алысып амандасты дейтін есептердің бәрінде CN-нен 2, ол тең екен N-1 бөлінген 2 деген формуланы қолданамыз. Келесі.
Сыныптың бір тобындағы 10 оқушының жетеуі зерттеушілікпен айналысады. Оқушылар арасынан кез келген 4 оқушының зерттеушілікпен айналысу ықтималдығын табыңыз. Мына түріне қарайтын болсақ, сәл күрделірек есеп сияқты. Алдыңғы ұбт-ларда ондай кездеспеген еді. Бірақ ойланып көретін болсақ, естерінде болса, К қолайлы жағдайлардың саны бөлінген N жалпы жағдайлардың саны деп есептейтін едік. Енді қараңдар, жалпы жағдайлардың саны дегеніміз біздің жағдайда не болып тұр? Ол 10 оқушының кез келген төртеуін алу саны. Сонда С 10-нан 4 деп алады екенбіз. Бізге олардың реті маңызды емес, әйтеуір 10 оқушының төртеуін алды деген сөз. Сонда жалпы жағдайлардың саны С 10-нан 4 екен. Енді қолайлы жағдайлардың саны біздің осы 4 оқушымыз 7 оқушының ішінен алынды деген. Яғни зерттеушілікпен айналысатын тура осы 7 оқушының ішінен алынған 4 бала болып шығу жағдайы. Сол себепті біз С 7-ден 4 деп есептейді екенбіз. Сонда, енді осыны есептеу керек. С 7-ден 4 бөлінген С 10-нан 4. Енді бұны қалай есептейміз? Формулаға саламыз. Формула бойынша С 7-ден 4 дегеніміз 7 факториал бөлінген 4 факториал, 3 факториал. Яғни, С n-нен К дегеніміз n факториал бөлінген К факториал, n минус К факториал. Яғни, 7 минус 4, 3 факториал. Сол сияқты С 10-нан 4-ті де есептейміз. 10 факториал бөлінген 4 факториал, және 10-нан 4 тазайтсақ 6 шығады, 6 факториал дейміз. Білмейтіндердің есіне сала кетейін, факториал дегеніміз, n факториал дегеніміз 1-ден n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Енді керекті амалдарды орындайық қазір. Мына жақта 4 факториал мен 4 факториал екеуі қысқарып кетеді. Ал мында 7 факториал. Одан кейін мына бөлімінің бөлімінде тұрған 6 факториал ал мына барады екен. Ал бөлімінде бізде не тұр? 3 факториал және 10 факториал. Енді осыларды қысқартайық. 3 факториал дегеніміз ол 1, 2, 3. 6 факториал деген 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда екеуінің құрамындағы 1, 2, 3, 1, 2, 3 дегендерді қысқартатын болсақ, ал мында мына 6 факториалдың орнында 4, 5, 6 қалады. Сол сияқты. Мына 7 факториал дегеніміз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сандардың көбейтіндісі. 10 факториал деген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандардың көбейтіндісі. Екеуінен де мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дегендерді қысқартатын болсақ, онда бөлімінде не шығады екен? Бөлімінде мына 7-ден кейінгі саннан бастап 8 көбейту 9 көбейту 10 деп қалады екен. Енді қысқаратындарын қысқартайық. Мына 5 пен 10-ды қысқартсақ бөлімінде 2 шығады. Одан кейін мына 4 пен 8-ді қысқартсақ бөлімінде 2 шығады. Мына 6-ны 2-ке бөлетін болсақ 3 шығады. 3 пен 9-ды қысқартатын болсақ бөлімінде 3 болады. Сонда ал мында бәрі қысқарып кетті, яғни 1 шықты деген сөз. Бөлімінде 3 көбейтілген 2. Мына екеуінің көбейтіндісі, яғни 6 шықты деген сөз. Сонда ықтималдығымыз 6-дан 1-ге тең екен. Келесі. Оқушылар дене шынықтыру сабағында 100 метрге жүгіруден сынақ тапсырды. Айбар орташа уақыттан қанша секундқа кеш келгенін табыңыз. Мына есепті шығару үшін бізге ең алдымен орташа уақытты табу керек. Одан кейін Айбардың уақытын орташа уақыттан, яғни екеуінің айырмасын табу керек. Айбардың жүгірген уақыты мен орташа уақыттың айырмасын табу керек. Одан кейін нәтижеміз шығады екен. Сонда қараңдар, осы сандардың бәрін қосып шығу керек. 18,3 қосылған 14,5 қосылған 12,3 қосылған 11,5 қосылған 13,1 қосылған 13,7. Осылардың бәрін қосып шығатын болсақ, бізде 83,4 шығады. Енді орташасын табу үшін біз білеміз, орташа дегеніміз арифметикалық орта. Арифметикалық орта дегеніміз n санның қосындысын n-ге бөлгенде шығатын сан. Яғни біздің жағдайда n дегеніміз 6, яғни біз 6 санды қостық, 83,4 шықты. Енді осы қосындыны 6-ға бөлеміз. Сандардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ға бөлген кезде 13,9 шығады екен. Енді не істейміз? Айбардың жүгірген уақыты 18,3, осыдан 13,9-ды азайтамыз. 13,9-ды азайттық, сонда шығатыны
4,4. Осындай сан шығады екен. Сонда 4,4 секунд шығады екен. С жауабы 4,4 секунд. Келесі. Қоймада сыйымдылығы 10 литр және 17 литр бөшкелерде 223 литр май сақтаулы, май құйылған 17 литрлік неше бөшке бар? Мына есеп түріне қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін, шын мәнінде оп-оңай есеп. Оны біз қалай түсінеміз? Бізде мына сыйымдылығы 10 литр болатын қандай да бір N бөшке бар деп елестетейік. Және сыйымдылығы 17 литр болатын M бөшке бар деп елестетейік. Осы екеуінің қосындысы, кешіріңдер, мына жақта балам алдыма отырып, кішкене кедергі етіп жатыр. Мына екеуінің қосындысы, бара қойшы. Мына екеуінің қосындысы 223 литрге тең екен. Енді қараңдар, біз білеміз 10 деген санды кез келген натурал санға көбейтетін болсақ, ол 0 мен аяқталады. 10, 20, 30, 40, 50 кез келген алатын болсақ, ол 0 мен аяқталады. Сонда мына 223-тен мына 10n-ді азайтатын болсақ, 3 пен аяқталатын сан шығады екен. Яғни 3 пен аяқталатын саннан 0 мен аяқталатын санды азайтсақ, қайтадан 3 пен аяқталатын сан шығады. Дұрыс па? Сонда біз түсінеді екенбіз, мына 17-ні m-ге көбейткен кезде 3 пен аяқталатын сан шығу керек. Енді жауап варианттарына қараңдаршы. 17. 7-ні 7-ге көбейткенде, яғни біз мына соңғы цифрлерін аламыз. 7 мен 7-ні көбейткенде 49 шығады, яғни 9 бен аяқталады екен. Мына 10-ға көбейткен кезде 0 мен аяқталатын сан шығады. 9 бен 7-ні көбейтсек 63, яғни 3 пен аяқталатын сан шығады екен. 8 бен 7-ні көбейтсек бізде 56. Яғни 56 деген сөз 6 мен аяқталады деген сөз. Мына 6 мен 7-ні көбейтетін болсақ 42, яғни 2 мен аяқталатын сан шығады екен. Енді шынымен орнына қойып көретін болсақ, 17 мен 9-ды көбейтетін болсақ не шығады? 17 мен 9-ды көбейтетін болсақ 153 шығады, қателеспесем. 153. Сонда мынадан 153 екен. Енді 10 литрліктен 10 литрлік бөшкелерден нешеуін аламыз? 7-еуін алады екенбіз. Сонда 17 литрліктен 9-ын алдық, 153 шықты. 10 литрліктен 7-еуін алдық, 70 шықты. 153 пен 79 атын болсақ, 223. Әп-әдемі шығып тұр. Жай ғана тексеру ретінде қойып қойдық. Келесі, дөңгелек бірнеше бөліктерге бөлініп, әртүрлі түстерге боялған. Көк түске сәйкес келетін сектордың градустық өлшемін табыңыз. Көк дегеніміз мынау екен, 40% деп тұр. Бүкіл шеңберді алатын болсақ, ол бізде 360 градус. 360 градус дегеніміз 100%-ға сәйкес келеді екен. Енді бізге 40%-ға сәйкес келетін бұрышты табу керек. Ол қандай екен? Кәдімгі пропорция бойынша шығарамыз. Мынау дегеніміз 360 көбейтілген 40 бөлінген 100. Мұнан 0 кетті, мұнан 0 кетті. 36 көбейтілген 4, яғни 144 градус шығады екен. 144 градус шығады екен. Б жауабы. Келесі. Фигураның боялмаған бөлігінің ауданының боялған бөлігінің ауданына қатынасын табыңыз. Тор көзінің қабырғасы 1 бірлік. Қараңдар, ең алдымен бүкіл фигураның ауданын есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау бізде 10 екен. Енді бұлай есептейтін болсақ, 1, 2, 3, 4. Оны біз қайдан білдік? Мына тор көздерінен білдік. 1, 2, 3, 4. Түсінікті, я? Мына жағынан санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бүкіл ауданы 10 көбейтілген 4, 40-қа тең екен. Енді боялмаған бөлігін есептейік. Боялмаған бөлігі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одан кейін мынау бізде тұтастай 11, мынау бізде 12. Енді қалғандарын қараңдар. Қалғандары дегеніміз мына 3 бұрыш және мына 3 бұрыш. Мына 2-3 бұрышты қосып жіберетін болсақ, мынандай 1-де 4 деген тіктөк бұрыш шығады екен. Яғни біреуі мынандай, біреуі мынандай, яғни екеуін қосып жіберетін болсақ, бізде
ауданы 4-ке тең болатын тіктөк бұрыш шығады екен. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дедік. Одан кейін мына екеуі бар, 12, одан кейін тағы да 4-ті қостық, 16 шықты. Сонда боялмаған бөлігі 16. Енді боялған бөлігін қалай есептейміз? Жаңа бүкіл ауданы 40 деп айтқан едік, 40-тан 16-ны азайтсақ 24 шығады. Боялмаған бөлігіне қатынасы 16 бөлінген 24 дегеніміз, қысқартатын болсақ, 16-ны 8-ге бөлеміз 2, 24-ті 8-ге бөлеміз 3. 3-тен 2 шығады екен. С жауабы дұрыс болып шығады. Келесі есеп. Суретте 1, 2, 3 сандары арқылы нөмірленген 3 жолақтың ені бірдей және аға тең. Бұл 3 жолақ 2 параллель түзуді қосады. Жолақтардың аудандарына қатысты дұрыс тұжырымдарды табыңыз. Сонда қараңдар, мынау бізде тіктөк бұрыш, оның ауданы қалай табылады? Мынау бізде А, мынау бізде 90 градус жасап тұр, H болсын. Онда мынаның ауданы AH-қа тең екен. Енді мынаның ауданы есептейтін болсақ, мынау бізде параллелограмм. Яғни, қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан тең және параллель деген сөз. Мынау А, мынау да А. Енді оның ауданы қалай есептелінеді екен? Параллелограммның ауданы естеріңде болса S тең екен AH. Яғни, мына табаны және соған түсірілген биіктігі. Яғни, кішкене қисық салдым. Биіктігі мынау да H-қа тең екен. Сонда оның ауданы да AH-қа тең болып шығады. Енді келесі сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, ал мынау ше? Мына үшінші жағдайда не істейміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз мына жақта байқаймыз. Мына екеуі параллель, мына екеуі параллель. Сонда қараңдар. Мына жақта бізде 2 параллелограмм шығады екен. Мынаның биіктігі бізде H1 бола салсын. Онда мына параллелограммның ауданы AH1. Мына екінші параллелограммның табаны, яғни биіктігі H2 болсын. Онда оның ауданы AH2. Енді екеуін қосатын болсақ, екі ауданды қоссақ, AH1 қосылған AH2. Мына жақта A-ны жақшаның сыртына шығарамыз, жақшаның ішінде H1 қосылған H2. H1, H2 деген мына екеуінің қосынысы, ол H-ты береді, үлкен H-ты береді екен. Қайтадан AH деген аудан шықты. Осыдан біз не түсінеміз? 3 жолақтың ауданы бірдей екен. Мынаның ауданы, мынаның ауданы, мынаның ауданы үшеуі бірдей екен. Осылай. Келесі. Так. Осымен мен дайындап қойған есептер осымен аяқталады екен. Сау болыңдар, уақыт болып жатса, бүгін тағы да бірнеше осындай видео шығаруға тырысамын.